Қаймағы бұзылмаған қазақ халқының өмірі мен өнері бір арнаға тоғысып, ғасырдан ғасырға жалғасып, ұрпақтан ұрпаққа ұласып келеді. Ел алдында өнерін дәріптеп, жалпақ жұртқа танылған жандар да емес. Ал дарыны жалпыға жария болмай, көрінбей жүрген жерлестеріміз қаншама. Осы мақсатта Қадыр Мырза Әлі атындағы мәдениет және өнер орталығы ұжымы Тасада Жүрген Таланттар жобасын қолға алды. Тілші әңгімесінде толығырақ. Ел ішінде еленбей жүрген жандардың өнері ешкімнен кем соқпасы анық. Оларды насихаттап, тыңдармандар мен көрермендерге паш ету парыз. Осыны мақсат тұтқан Қадыр сарайы ұжымы 17 өнерпаз дәріптеп сахнаға шығар. Талабы таудай таланттылар киелі өнердің өрісін кеңейтері шындық. Тасада қалып қойған өзінің тұла бойы талантын көрсете алмай, жарыққа шыға алмай қалған өнерлерді біз көрсетуіміз керек халыққа. Көбінесе дарынды таланттылар көбінесе өзінің өнерін аша алмай қалып жатады. Өзінің дарынын көрсете алмайды. Сондайларға біз көмек, яғни қолдау көрсетіп, солардың өнерін көрсеткіміз келеді. Болашақта бұлар осы жерден көрініп, болашақта үлкен облыстық немесе республикалық киелі сахналарға шығып кетсе, бұл нұр үстіне нұр болар еді. Тасада жүрген таланттардың бірі Теректі ауданы Талпын ауылының тумасы Ғали Қажығалиев. Ол әкеде мұра болып қалған баян аспабының сүйемелдеуімен ән шырқауды жанына серік етіп жүр. Түрлі той домалақтарға әндер орындап көрінгені болмаса, үлкен сахнада өнер көрсетпепті. Ертісім аңсаған, қымбатың сен маған, қымбатың сен маған әрдайым, қымбатың сен маған арманым. Бала кезінде осындай баянға өседім. Енді баяннан өлең айтып, халыққа бір өзімді көрсеткім келеді. Қажығалиевтер әулетін бір рухтарымыз көтергім келеді әкемнің. Әкем ойнаған бұрында. Сол әкеден жалғасқан не ғой? Өнер ғой. Тасада жүрген таланттар байқауында өнердің сан түрі орындалды. Бірі мың бір ала би билесе, келесі бірі ақындардың жырларын жатқа оқып. Әсемде ырғақты даусымен ерекшеленген Бүкейордалық Гүлнара Ахметованың орындауындағы «Цветы земля моя» әнін зал толы тыңдарман жақсы қабылдады. Мы связаны с тобой навек одной судьбой. Земля моя, моя земля. Жеке басыма бұл енді жаңағы шығармашылық адам болғасын жерде анда-санда өстіп бір сахнаға шығып қанаттанып тұру керек деп ойлаймын. Ол енді жап-жарық жұлдыз болып кету міндетті емес, анда-санда өстіп қатысып тұру керек деп ойлаймын. Бізге кішкене болса да жаңағы шығармашылық шабыт береді. Өнерді жоқ шекара демекші бұл байқауға қатысуға ниет білдіріп, іріктеуден өткен әуесқойлар әр ауылдан ат терлетіп келгендер. Шара соңында қатысушыларға алғыс хаттары берілді. Біз де өнердегі қадамдарыңа гүл бітсін деп тіледік. Ұлықпан елі Рүстем Исжанов, Айдос Қисымов, Ақ Жайық телеарнасы.